Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Абсатерова Жанар Қайырбекқызы. Мен 2020 жылдың мектеп бітіруші түлегі болып, қазіргі таңда 1 қыркүйек күнінен бастап Орал қаласындағы жоғары инженерлік технологиялық колледжінің грант иегері атанып, 1 курс студентімін. Мен осы колледждегі ұйымшылдығы мол, бірлестігі бар ФТ11 тобына мүше болдым. Осы ФТ11 тобының жанашыр жаны, куратор әрі жетекшісі, арнайы пәндер оқытушысы және ветеринария ғылымдарының магистрі Каримова Эльвира Казимуллин қызы. Мен өзімнің осындай ортаға келгеніме қуаныштымын. Мен өзім және өзімнің отбасым жайлы қысқаша түсіндіре кететін болсам, мен 2003 жылдың сәуір айының 2 жұлдызында Абсатыровтар атты үлкен әулетте дүниеге келгенмін. Менің руым шеркеш. Негізінде шеркеш руының адамдары ақкөңіл әрі көмектесуге дайын болады. Және де менің қағидам бойынша әрбір адам өз жеті атасын жатқа білуі керек. Сол себепті мен өз жеті атамды жатқа айтып кететін болсам, Амангелді, Сағынтай, Ыдыр, Тойнаш, Базар, Ғапу, Қайырбек. Және де мен нағашы жұртыма тоқталатын болсам, менің нағашы жұртым үлкен жанұялардан құралған отбасы. Менің нағашы әпкем, нағашы ағаларым, бөлелерім өте көп. Ал ендігіде мен өз отбасыма келетін болсам, менің отбасым тату-тәтті әрі бақытты отбасылардың бірі. Мен өз отбасыммен мақтан тұтамын. Менің отбасымда асқартау әкешім, аяулы анашым, маған қорған бола білетін 3 ағам, жанашыр жеңгем және де тәтті қылықтары мен бұзықтары бар інілерім мен сіңілілерім бар. Менің отбасымның бақытты да қуанышты сәттерін көру үшін сіздерге видеороликті ұсынамын. Екеуміз жарық көшемен келеміз, қолымызда тәтті латтымын. Серуендеп тыңға алматтым мен, сен салған әнді ұнаттым мен, сенің салған әніңді мен. Қолымызда тәтті латтымын, серуендеп тыңға алматтым мен, сен салған әнді ұнаттым мен, сенің салған әніңді мен. Қолымызда тәтті латтымын, серуендеп тыңға алматтым мен, сен салған әнді ұнаттым мен, сенің салған әніңді мен. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Соколов Михаил, самый незаметный, самый старший ученик класса, никогда не обижается, всегда улыбается, призер спортивных соревнований по стрельбе. I just heard you found the one you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Tonight, if he's holding on to you so tight, the way I did before, I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore.
right the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. The way I did before. We don't talk anymore. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know. Қазақ халқы отбасы құндылығы мен тәрбиесін дәріптей білген. Сол себепті әр адам өз отбасын құрметтеп сыйлай білуі керек. Мен үшін өз отбасымның бақыты мен аманшылығы бірінші орында.